Абылай ханның дүниеге келуі. Абылай дүниеге келерде анасы босана алмай 6 күн қиналады. Әрі-беріден соң жаны ауырғанда, «О жаратушы Тәңірім, жанымды қинамай ал» деп 6 қанат ақ үйдің керегесінен ұстап сілкілегенде киіз үй шайқалады. 7-ші күні мәртөбеден үлкен астан шыққан бұрымды Ақай әулие ауылға жақын маңнан түйемен өтіп бара жатып, сол маңдағы кездескен келіншектен: «Анау 6 қанат ақ үй қалай шайқалады?» деп сұрайды. Жас келіншек иіліп сәлем салып: «Апа, ниетіңізді періште қабыл етсін. Перзент босана алмай жатқан өзіміздей бір келініңіздің жан айқайы» дейді. Істің жайын ұға сала Ақай әулие түйесін бұрып 6 қанат ақ үйге қарай жүреді. Дауыс жетер жер арақашықтық қалғанда түйесінен түсіп алып, қобызын қолына алып, ақ шанағын сыпырып, адыра жаның босасын деген сарынды тартқанда, үй ішіндегі босана алмай жатқан келіншек бірден сылқ етіп тәтті ұйқыға кетеді. Мынау сарынды естіген ел Ақай әулиенің жанына жиналып қалады. Әулие ашуланып: «Ниеттеріңе Тәңірім текті ұл берейін деп тұр, тесіліп неге қарайсыңдар? Тез арада киіз үйге жетпейтіндей етіп 4 құбыласына от қойыңдар» деп бұйырды. Ақай әулиенің айтқанын азаматтар бұлжытпай орындады. Арада сүт пісірім уақыт өткенде шырылдаған нәрестенің ащы дауысы естіледі. Бірақ дүниеге келген перзенттің денесі қан сияқты қып-қызыл болып түседі. Көреген Ақай әулие су тола торсығын түйесінен түсіріп, «Мынау түкті баба шашты әзіздің басындағы жыл бұлақтың тұнбасы, осы суға тұз салып, жұмасына бір рет сәбиді шомылдыра беріңдер. Арғысын бір жаратушымен ата бабасының әруағы шешер. Тұсауын қызыр кесер, ер жетер, бәрі де өтер» деп ойланып тұрып, мынау перзентіңнің алдағы ғұмыры бір мүшеге толғанша шет қалады. Мүшесінен асқанда айналасы өрт болады. 2 мүшеге толғанда айтқаны серт болады. Ал тіл тигізіп қол көтерген мерт болады деп дәм ауыз тиместен «Қанағатым қанамнан асып түсті» деп түйесіне мініп жол жүріп кеткен екен. Ақай әулие Қыпшақтың шашты атасынан тарайтын Уәли Бекей сұлтанның жалғыз қызы. Ешқашанда тұрмыс құрмаған, атақ байлықты тәрк еткен, ақ төсекке талақ айтқан, ел аралап ұлы қазақ халқының тектілерінен қалған насият пен ақиқатын айтқан жан. Ел жиналып жаңа туған перзенттің атын азан шақырып Аңырақай қойды. Аңырақай жылына толғанда денесіндегі қып-қызыл терісі түлеп, оң иығына сәбидің алақанындай қызыл таңбаға айналып қатып қалады. Ақай әулиенің айтқаны тура келеді. Аңырақай 4 жасқа толғанда Қарақытайдың көрегені Найжайсуға керуен тартып келген парсы елінің жұлдыз қағары көңіліндегі сырдың ұшын ағытып: «Қазақ елінде бір текті туылды, Шыңғыс қахандай жеріңді тартып алып, еліңді тентіретіп, тынысыңды тарылтатын, кемеліне толмаған перзент көрдім. Қазірден қамданбасаң қапыда кетесің. Себебі қазақ еліне бірнеше рет жорық жасап байлыққа кенеліп отырсың. Тектілер құн кесе 9 сұрайды, сол уақытта халқың тонның жамауына зар болады» деп айтқанда Найжайсудың түрі қашып: «Иә, қазақтың тектілері кеңірдегімде тұр, кіндігіме түссе жаһанды жаулап алар едім» деп түнереді. Сол жылы күз айында Қарақытайдың 1000 найзасы жасырын жолмен түнде жүріп, күндіз тығылып келіп, болжаулы сұлтанның ауылын үрерге итін, сығарға битін қалдырмай, үлкенінен бесіктегі сәбиіне дейін құрбан етеді. Бұл сұмдыққа Қарақытайдан 1000 найзаның кеткенін керуеншілер жеткізгенмен, Қанай датқа Арғын аға баласы Нұршайқымен 4000 қолмен келгенмен, ауылды түгел қырып біткен Қарақытайдың 1000 найзасымен қанды қырғын басталып, бірінде жіберместен бәрін өлтіреді. Нұршайқы батыр: «Жауға жалаң қылышқа бүгілмеген белім, келген жолымыз бекер болды ма?» деп жүресінен отыра кетеді. Осы уақытта қырылған ауылға 7 көз жіберіп тұрған Қанай датқа ауылдың шығыс тұсында лапылдап жанған шаңырақтың алдында төңкеріліп жатқан қазанның қимылдағанын байқайды. «О Тәңірім, арымнан жаным садаға, елімнен жолым садаға, тілеуімізді құрғата көрме,
деп атынан түсіп, төңкерілген қазанды көтеріп қалғанда, еңселі азаматтың кіндігіне жетердей ұраның ішінде екі көзінен от шашқан 4 жасар Аңырақайды көреді. Нұршайқы батырды шақырып, сарбаздарды қайтар, елге бара берсін, соңдарынан жетеміз дейді. Сарбаздар кеткесін Аңырақайды алып, бір жылқыны сол жерге Көкбөрінің рухына құдайы атап, етін 7 жерге үйіп, Аңырақайды жан баласына көрсетпестен Нұршайқы батыр екеуі Төле бидің Қосаран жайлауына тартады. Түн ауып, 7 қарақшы жұлдызы жинала бастағанда Төле бидің шаңырағына келіп түседі. Бұлғайсың-ей деген қос қызметшісінің басын Нұршайқы батыр шауып түсіреді. Төле би сатырлаған дыбыстан шошып атып тұрады. Бидің бәйбішесі отырар шамына от жаққанда кіріп келген алып денелі Нұршайқыны көргенде талып қалады. Төле би бірден танып, Қанайдатқа қабақпен белгі беріп, өзіңнен басқа жан бар ма дегенін түсінеді. Ешкім жоғын айтқанда Қанайдатқа тонға ораулы Аңырақайды көрсетіп, мынау баланың сүйегін сілкіп темір етесің, етін суытып сіңір етесің, етек жеңін жиғанша ата тегін сұрамайсың. Сұрасаң тіл тартпай мүрдем кетесің деп қылышын қынабынан жартылай суырып сарт еткізеді. Көпті көрген Төле би бірден түсініп, аузымнан сөз шығарда ажалым бұрын жетсін деп Аңырақайды алып қалады. Қанайдатқа мен Нұршайқы батыр ешкімнің көзіне түспей келген іздерімен кетеді. Төле би Аңырақайдың атын есейіп, атышулы шайқасқа дейін жасырып, нағашымның баласы тұлдыр жетім деп қораштау киіндіріп, елден оқшау ұстап, бірде түйе, бірде жылқы баққызып, аз сөйлейтін жұмбақ жаңғып азаматқа айналдырады. Бұл да тектілердің ел басқарудағы көрегендіктері еді. Асыл тұлғаларын дайындаудың жау көзінен таса етіп сан жолдарының бірі еді. Елден де жаудан да таса етіп сан қилы ұрыс тәсілдерін үйретіп, ұлт құндылықтарын бойына дарытып, алғашқы шайқасқа шыққанға дейін Аңырақайды дала ұрысының барлық тәсілін үйретіп, сонымен қатар 17 тілді меңгертіп, Төле би көзден жасыру үшін түйеші етіп, тектілердің аманатын орындап шығады. Аңырақайдың жауына қолданатын бірінші тәсілі көз ілеспейтін шапшаңдықпен жылан айыр семсерін суырып алып, қос қапталынан келген дұшпанның басын, алша мойныңды талша үзейін деп допша қағып түсіретін. Аңырақайдың көзінің өткірлігі сондай, шауып бара жатып жердегі іздің қайда қалай бұрылғанын білетін елден ерекше қабілеті бар еді. Оң қолында бір өгіздің күші, сол иығында барыстың ұшқыр жанары мен барыстың шапшаңдығы бар еді. Содан жау құтты бір маңдай алды тауға соғылғандай бірден кейін шегінуге мәжбүр болатын. Түкті баба шашты Әзиздің басындағы ағып жатқан суы, жылбұлақ деп аталуы жылына бір рет сүт пісірім мезгілде наурыз айының ішінде аппақ сүтке айналып түлейді екен. Сыпыра шежіреші Әлиасқар Байғұтұлының өсиетін жеткізген ұлы Ақпантай Байғұтов пен Асан Тұрабаев. Достар, соңына дейін тыңдап, арнамызды қолдап, лайк басып, комментарий жазып жатқандарыңызға көптен көп рахмет. Баршаңызға Алла разы болсын, күндеріңіз сәтті өтсін, келесі кездескенше сау болыңыздар.